ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығында госпитальдық сервис және пациенттермен жұмыс істеу бөлімінде медициналық ассистент болып қызмет етемін. Пандемия кезінде біз Нұр Отан партиясынан көптеген қолдау көрдік, көмек көрдік. Нұр Отан партиясының қатарына қосылып, өзімнің куәлігімді алып отырмын. Бұл мен үшін үлкен жетістік, алғысым шексіз. Партия күні қарсаңында жаңадан партия мүшелерін қабылдадық. 20 адам, әртүрлі саладан, кәсіпкерлер де бар, дәрігерлер де бар, спорт саласынан чемпиондарымыз бар, мәдениет саласынан басым көпшілігі жастар. Сол қуантады. Себебі біз осы сайлау алды бағдарламада президентіміз бекіткен, елбасымыз айтқан бағдарламаларды орындауымыз қажет. Оған тиісті жол картаны бекіттік. Негізгі басымдылықтарын бәрін белгіледік. Оның ішінде қолжетімді баспана, жаңадан мектептер салу, демек білімнің саласын арттыру, медицина саласын модернизациялау, инфрақұрылымдық мәселелер, орта шағын бизнесті қолдау, жаңадан жұмыс орындарын ашу, осы біздің басымды бағыттар болады. Жаңадан келген мүшелер оны толық сезініп отыр. Алдымыздағы ең үлкен жауапкершілік ол біздің тұрғындардың, сайлаушылардың сенімін ақтау. Оны біз жоспарға бекітіп, жаңағы айтқан мәселелердің бәрін нақты іс жүзінде орындайтын боламыз.